Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге осындай жұмсақ ватрушки с творогом дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар, мені қолдап, маған лайк, комментарий басып, менен жақсы рецепттер күтіп отырыңыздар. Құрамының бәрін астына жазып кетемін, сояқтан оқысаңыздар болады. Ең алдымен қамырымызға кірісеміз. Бізге ұн, жылы сүт, жұмыртқа, қант, тұз, ашытқы және шемішкі май қажет. Ыдысымызға сүтімізді құйып, оның үстіне қантымызды саламыз. Тұзымыз бен ашытқымызды салып, шамалы араластырып, бетін жауып, бір 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Жаңағы біздің салған ашытқымыз шамалы көтеріліп, реакция жүру керек. Одан кейін жұмыртқамызды салып, шемішкі майды қосып, венчикпен жақсылап әдемілеп араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды біртіндеп салып отырып, лопатканың көмегімен біріншінде араластырып отырамыз. Одан кейін қолымызбен әдемілеп жақсылап, жұмсақ қолға жабыспайтын осындай қамыр елейміз. Қамырымыз көтерілгенше әдемілеп бетін жауып, 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей қараңыздар достар, қамыр қандай күшті болып шықты, пышный болып. Енді сол қамырымызды алып, өзімізге керек бөлшектерге бөлеміз. Мен 12 бөлшекке бөлдім. Енді осы бөлген бөлшектерімізді әдемілеп видеодағыдай бәрін нығыздап әдемілеп домалақ шарик жасаймыз. Енді осы қамырларымызды алып, әдемілеп пергамент қағазының үстіне қойып, бетін тағы да көтерілгенше 15 минутқа жауып қоямыз. Қамырымыз көтерілем дегенше салмасына кірсек, салмасына менде ірімшік, қант және жұмыртқа. Үшеуін жақсылап араластырып, оны алып қоямыз. Одан кейін көтерілген қамырымызды алып, мындай кішкентай ыдыстың түбіне май жақсаңыздар болады. Сол кезде қамырдың бетіне жабыспайды және формаларыңыз сондай әдемі болып шығады, сүйкімді болып. Одан кейін жұмыртқаның саруызын жағамыз. Салмамызды салып, қызып тұрған 200 градус пешке 20-25 минутқа салып пісіріп аламыз. Достар, өте жұмсақ болып шығады. Мен бұл рецептпен уже жасап жүргеніме 2 жылдан асты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер менің рецептім ұнап жатса, маған комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын, сіздермен болған Гүлзада.